солтүстік Қазақстандағы бір қатар азаматтардың Қазақстан Республикасының Конституциясына қайшы келетін мәлімдемелері қоғам арасында резонанс туғызып, бүкіл халықтың мазасын алуда. Бұл оқиға еліміздегі құқықтық сана және қоғамдық процестер саласындағы фундаменталды проблемалардың бар екендігін көрсетеді. Азаматтар өздерінің іс-қимылдары үшін нақты заң алдында қатаң жауап беретіндігін сезініп түсінуі тиіс. Құқықтық мемлекет дегеніміз заң және тәртіп. Бұл оқиға еліміздің ақпараттық қоғамдық саласында да терең проблемалардың бар екендігін көрсетті. Азаматтардың мемлекеттік өзі сезіну мәселесімен ешбір мемлекеттік орган жүйелі айналысып отырған жоқ. Мемлекеттің және шекаралық аймақтардағы ақпараттық қауіпсіздік проблемасы ушығып тұр. Қазақстанда тұратын барлық ұлт өкілдеріне әлеуметтік экономикалық саясат саласында өздерін көрсетуге, бейбіт, лайықты өмір сүруге барлық жағдай жасалған. Сондықтан Қазақстанда сепаратизмге жол жоқ.